Мысалы, мына жерде 136 көбейту А қосу 14 көбейту А дейді. Бұл жерде екеуінде де А деген әріптер бар. Мұнда Аны жақшаның сыртына шығарамыз. 136 Аның А деген әріпін жақшаның сыртына шығарсақ, 136 қалады. Жақша ашамыз, 136 қосу амалы, және 14 Аның А деген әріпі кетіп қалса, тек 14-тің өзі қалады. Және жақшаның сыртына Аны көбейте саламыз. Енді жақшаның ішіндегі амалды орындау қажет. Яғни 136-ға 14-ті қосу. Бұл екі санды қоссақ 150 болады. Математикада әріптер мен сандардың және бірнеше әріптердің арасына көбейту амалын қоймая қойсақ болады. Сонда 150 көбейту А емес, жай ғана 150 А деп айта береміз.